Ассаламағалейкум, қадірменді өнерсүйер ағайын. Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің домбыра үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімінде сіздерге өзімнің жаңадан шыққан туындым Ардабидің шертпесі деген күйімді ұсынамын. Бұл күйді нотаға түсірген ұстазым белгілі қазақтың дәулескер күйшісі Жанғали Жүзбаев ағамыз күйдің атын Ардабидің шертпесі деп қойып берген болатын. Мен Ардаби Мәулетұлы Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, өнертану PhD докторы. Бұл күйді сіздердің назарларыңызға ұсынып, қай жерінде қандай ерекшеліктері бар екенін айтудан бұрын, күйді басынан аяғына дейін асықпай орындап берейін. Онан кейін қысқаша ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Ардабидің шертпесі. Авторы Ардаби Мәулетұлы. Мінекей, сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған өзімнің күйім Ардабидің шертпесі. Мен бұл күйді де бұдан бұрын бірнеше рет экрандардан тартқан болатынмын. Мына Қытай жеріндегі, Моңғолия жеріндегі жас өнерпаз шәкірттерім, інілерім осы күйді экран арқылы қайтадан бір жолдап берсеңіз, үйрету жолдарын көрсетіп, үйрену жолдарын көрсетіп деп, солардың ұсынысын ескере отырып, сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Енді бұл күй қарапайым күй,
бір толқыныстан, бір толғаныстан шыққан. Бұл күй деген нәрсе өздеріңіз білесіздер, белгілі бір өңірлік ерекшелікке, белгілі бір жаңағындай тұлғаларға табынудан, соларға еліктеуден, белгілі бір сазға сүйсінуден шығатын дүние. Енді бұл күйді қарап отырсаңыздар, өзімнің туылып өскен өлкемдегі саз сарындар, мынау шығыс өңірдегі күйлердің ерекшеліктері кездеседі. Кәдімгі қара қағыспен, мысалға басталған кезде міне мына жерде бір шарықтау шыңы деп айтуға болатын шығар. Міне бас бармақпенен сұқ саусақты қосып басамыз. Қайталап жіберейін осы жерін. Осы жерде мына қағыста айта кететін бір нәрсе, міне алма кезек қағыс қой, данда деген. Бірақ соның мына жоғары қағысын естілер естірмес қып. Бұл әдіс енді маған өзім ойлап тапқан әдісім емес. Бұл мен Байжігіттің күйлерін көп тартам. Марқұм ұстазым Таласбек Әсемқұловтың қолынан үйрендім. Ол кісінің шертісінде де мен бұдан бұрынғы мына домбыра үйрену сабақтарында айтқам. Байжігіттің, сосын мына Таласбек ағаның күйлерінде осындай бір керемет қазақы бір қағыс бар, әдемі. Жоғары қағысты естілер естілмес қып алатын. Ол мына дыбысты ырғап, аңырантып отыруға керемет сай келетін әдіс. Міне қарап отырсаңыздар. Негізі мынандай ғой. Деген қағыс қой негізінде, бірақ жоғары қағысты естілмейді да. Мына мен тартып отырған күйде де, мына туындымда да сондай ерекшелік бар. Көрдіңіздер ме? Осындай міне. Дегеннен кейін деген буын бар. Өшірді және бұлайрақ түсетін, солға қарай, ляға қарай түсетін бір буын бар. Оны да тартып берейін жаңағы буыннан кейін. Дегеннен кейін саға кетеді. Көрдіңіздер ме, мына жерде деген бар. Дегеннен кейін жаңағы
жаңағы басталған кездегі екінші әуенді қайталаймыз. Міне. Сонан кейін деп күй аяқталады. Енді бұл күйді өздеріңіз қарап отырғандай, кейбір құлаққа естіліп жүрген әуендер кездеседі. Мына күйшілік өнер болсын, жалпы мынау әншілік өнер болсын, көп адамдар ойлайды екен, жаңағы алдыңғы буын композиторлардың шығармаларына немесе бұрынғы ескі тарихи күйлерге ұқсатпай күй шығару керек деген сондай түсінік бар сияқты. Меніңше, мен бұған келіспеймін, өзім маман ретінде. Алдыңғы буын салып кеткен сара жолдың сүрлеуі болмаған, соларға еліктелмеген, солардың бір жақсы қасиеттерін ала отырып, содан үлкен әуен дамыта білмеген, сол қарапайым солардың бір әуенінен дамып туған шығарма болмаса, ол білмеймін қандай шығарма болатын. Сондықтан менің бұл күйімнің сағасында, бас буындарында, орда буындарында бір үйреншікті әуендер болуы мүмкін. Шығыс өңірді, іленің бойындағы күйлерді. Мен осы әуендерді дамыту арқылы келді деп есептеймін. Солардың ұлы шығармаларына, солардың салып кеткен сара жолына, композиторлардың өмір шығармашылығына деген бір тебіренісімнен, соларға деген бір бас ұрған құрметімнен шыққан туынды деп есептеймін. Сондықтан құрметті домбыра үйренушілер, мынау тартып берген өзімнің туындым аты Ардабидің шертпесі. Қабыл алыңыздар. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің домбыра үйренейік атты бағдарламасының бұл бөлімінде сіздерге мен өз туындым Ардабидің шертпесі деген күйімді тартып еттім. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің домбыра үйренейік бағдарламасының келесі бөлімінде сіздермен және де жақсы тамаша күйлерді бөлісетін боламыз. Әр қазақтың шаңырағында қасиетті күйдің үні естіліп тұрсын ағайын.